Ассалаумағалейкум. Мына оңтүстікке әйгілі көкпар сүйер азаматтың бәрі таниды деп ойлаймын. Мадияр деген шабандоз бар еді. Мадок палуан дейтін. Сол Мадияр деген бауырымыз көкпардан тыс уақытта пресстеп сататын. Сондай преспен айналысатын. Өзінің техникалары бар. Оратыны, комбайны, пресс дейтіні, камазы. Өте сонда еңбекқор жігіт еді. Сол бауырымыз жаңа жантақтың уақыты болған дәл қазіргідей. Звондадым. Бауырым маған бір 200 пресс жантақ керек еді. Әдемі гүлдеген жерінен болса әкеп берсең. Болды братан деді. Менен 1-2 жас кішілігі бар еді. Сөйтті да, "Ей, менің сөзім осы жерде қалып кетпесін. Былтыр бір кісіге айтамын деп жантақсыз қалғам" дегенім. Жоқ деді. Әкелем десем әкелем ғой братан деді. Сөйтті де бір арада бір апта өткенше звондады. Братан өткендегі уәдемде тұрайын, оны созып қайтем. Бүгін үйде болсаңыз прессіңізді апарып берем деді. Бір әдемі қып-қызыл гүлдеп тұрған жері тура келіп қалды. Сіздікі бұйырған екен деді. Мәз болып қалдым. Болды, келе бер үйдемін деді. Жұма күні болатын дедім ғой жаңа. Сонымен ана екі жігіт бар қасында пресс түсіретін. Екеуі қораға түсіріп жатыр прессті. Біз екеуміз әңгіме болып отырмыз жанында. Сосын айттым, бауырым, төбеңді көрсетпей кеттің ғой, бір жұмаға келіп тұратын ең. Неғып келмей жүрсің? Мынандай денеңмен сен қандай шайтан азғырып жүр дедім мен ойнап. Білмеймін ғой братан деді. Әйтеуір күйбең тіршілікпенен алданып барамай жатырмыз деді. Күйбең тіршілік болғанда бір аптасында бір күн демалатын шығарсың енді. Бір өкіметтің жұмысын істеп жатқан жоқсың ғой дедім. Демаламын ғой дейді. Демалысыңды неге жұмаға туырламайсың деді. Болады ғой жұмаға туырла. Болады дейді. Енді жұмаға туырла. Бейсенбі күні баняға жуынып, шайын тазалан, ғұсылыңды алып, ертеңіне жұмаға бар дедім. Жұмадан қайтарда мына ұл-қыз перзенттеріңе сый-сияпат ал, жұмадан әкелдім деп. Бүгін мереке, жұма күнінің мерекесіне орай сендерге сыйлық әкелдім де, жұманың құрметін, абыройын көтересің, балаларыңның жұмаға деген жаңа ықыласын оятасың дедім. Шынында да братан деді. Оның үстіне бала шағаңа әперген сый-сияпатың садақа болып жазылады дедім. Ойпырмай, мына нәрсе әдет қылатын нәрсе екен деді. Мен осы нәрсені әдет қылып жүрмін дедім. Сен де соған шақырам дедім. Дұрыс айтасыз братан, солай жасасам болады ғой. Құдай қаласа келесі жұма осылай жасамасам. Келініңізді де кафеге апарып қойсам болады ғой сол күн дейді. Конечно, болады. Неге болмасқа? Ол да садақа болып жазылады деді. Мен күліп кеткен болатын бауырымыз. Бірақ өкінішке орай келесі жұмада сол бауырымыздың жаназасын шығардық қой. Алла рахымын алсын. Ғұмыры сондай қысқа болған екен. 33 жасында бауырымыз қайтты Алланың құзырына. Қимадық. Бір түрлі болды, төбемізден жай түскендей болды. Бірақ Алланың қалауы әркімге өлшеп берген өзінің уақыт сағаты бар. Сол бауырымыз келесі жұмасына жетпей кетті. Айтайын дегенім, бүгінгі жұма сізге нәсіп қылып тұр ма? Келіңіз жұмаға. Күніге сіздің намаз оқуға тақатыңыз жетпейтін шығар. Бірақ аптасына бір рет жұмаға келіп осылап, жуынып, шайынып, маңдайыңызды аптасына бір рет сәждеге тигізіп тұруға болады. Қиын емес. Дым білмесеңіз де имамға үйіңіз, артында тұрыңыз. Соның өзі қандай? Жұма. Міскіндердің қажылығы деген. Жұма намаз, парыз намаз. Жұмаға шақырам сіздер. Келесі жұмаға жетесіз бе, жетпейсіз бе, бір Аллаға біледі. Бүгін барсың, ертең жоқсың деген. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аман болыңыздар.